Баршаңызға сәлем, сіздермен керек кеңес арнасы. Бүгінгі тақырып ақша жинаудың 8 тәсілі. Бірінші, қай жерде ақша туралы әңгіме қозғалса да, сіз ақшаны жамандамаңыз. Бұл сіздің өмірлік салт-дәстүр дағдыңызға айналсын. Ақшам жоқ, ақша жетпейді деп ешқашан айтпаңыз. Олай десеңіз, сізден ақша қашады. Керісінше, сіз мені ақша жақсы көреді. Күннен күнге менің қаражатым көбейіп, табысым артып келеді деген сөзді жиі-жиі айтыңыз. Олай деуге қымсынбаңыз, қорықпаңыз. Екінші, ақша жинаңыз. Тек ақшаны тойға, жақсылыққа, оқуға, жаңа дүние сатып алуға, саяхатқа шығуға, жақсы демалуға жинайтын болыңыз. Ақшаны қара күнге деп ешқашан жинамаңыз. Үшінші, ақша жинауда, оны ұсатып жұмсауда бай адамдардың психологиясын зерттеңіз. Соларға еліктеңіз. Өзіңізді бай адамның орындамын деп есептеңіз. Қоғамдық көлікпен жүрсеңіз, мен мұны қарапайым адамдардың тыныс-тіршілігін білу үшін уақытша мініп жүрмін деген ойда болыңыз. Өзіңіздің бұл ісіңізді баюға психологиялық тұрғыда дайындалу деп түсініп, күнделікті өмірде ұсақ-түйерге көп көңіл бөлмеңіз. Төртінші, ақшаны адал жолмен қалай тапсаңыз, оған да солай адал болыңыз. Ұлық пайғамбарымыздың хадистерінде айтылғандай, біреуге артық ақша бермеуді, біреуден артық ақша алмауды қадағалаңыз. Сатушы жаңылысып сізге артық ақша қайтарса, немесе бір затыңызды сатып алушы құнынан артық ақша ұсынса, оны міндетті түрде қайтарып беріңіз. Қиянат жасағанды ақша ұнатпайды. Бесінші, ешқашан тың ойлардан, жаңа қадамдардан, жаңалықтардан, жақсы істерден бас тартпаңыз. Олар сізді жаңа табыстарға жетелейді. Алтыншы, ақша үлкен қуат көз болғандықтан, әрі ұқыптылықты жақсы көретіндіктен, ең бірінші жақсы әмиян таңдап алыңыз. Сосын оған әр тиынды дұрыстап тұрып салыңыз. Әмияныңыздың сыртынан сипап, оған жылы сөздер айтыңыз. Ақшаның еркелеткенді жақсы көретінін естен шығармаңыз. Жетінші, маңдайға біткен дәулет үшін өтем төлеу жақсы. Байлықты сақтап қалу үшін қайырымдылық шараларына мол шығын шығарып, жаманшылықтың алдын алады. Мешіт, медресе, аурухананы өз қаржысымен салдырып, халыққа сыйға тарту бұрыннан жалғасып келе жатқан сауапты іс. Тек оны атын шығару үшін жасамау қажет. Сегізінші, ақша өзіңді жақсы көру үшін алдымен сіз ақшаны жақсы көріңіз. Алайда ақшаны ар-ұяттан, ұлттық мақсат мүддеден жоғары қоймаңыз. Жетпей, таусылып, қарызға батып қалған кезде ғана ақшаны ойламай, оны әрдайым байлық ретінде жақсы көріп, оны молаятына кәміл сеніңіз. Ақша жолы болмайтын, өзінің сенімі жоқ адамдардан қашады. Маған сондай жалақы, сондай ақша жетеді деп ақшаға шектеу қойып, өзіңіздің табыс көзіңізді жауып тастамаңыз. Табысыңыз өз қажеттілігіңізден артылып жатса, қайырымдылық жасаңыз. Ақша қайырымдылықты өте қатты жақсы көреді. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Қош, сау болыңыздар.